Сәлем достар, Изи қазақша арнасына қош келдіңіздер. Бұл сапалы, заманауи, шынайы контентті бірге жасайтын алаң. Бүгінгі сабақта біз сәлемдесу түрлерін үйренетін боламыз. Ең алдымен сәлем. Бұл жалпылама сәлемдесу үлгісі. Сәлеметсіз бе? Сыпайы және үлкендерге айтылатын сәлемдесу үлгісі. Қалың қалай? Бұл қал жағдайды сұрау үшін айтылатын сәлемдесу үлгісі. Келесі кезекті қазақ тіліндегі сәлемдесу грамматикасы жайындағы лайфхактар топтамасына берсек. Қалай деген сөзді кілт сөз ретінде қолданыңыз. Біреудің қал жағдайын немесе затты сұрайтын кезде қалай сөзін тіркеу арқылы сөйлем құрастырыңыз. Мысалы, қалың қалай, жұмыс қалай, сабақ қалай. Келесі лайфхак. Сыпайылық пен достықты ажыратыңыз. Досыңызға немесе әріптесіңізге қалың қалай десеңіз, үлкендерге немесе бейтаныс кісіге қалыңыз қалай дейсіз. Яғни іңіз қосымшасын жалғау арқылы сіз сыпайылық формасына қол жеткізетін боласыз. Біз бүгін сәлемдесуді үйрендік. Достарыңызбен бөлісіңіз, каналға жазыңыз, пікір қалдырыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.